Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мен тоқтап тұрған ипіні қайтадан восстановить етуді көрсететін боламын. Яғни сіздер тоқтап тұрған ипіңізді қайтадан восстановить етіп, ары қарай ипіңізді жұмысқа қоссаңыз болады. Ол үшін біз налоговый заявление дегенге барамыз. Бұл жерден ең астыңғы бөлікке найти деп басамыз. Найти дегенді бассақ, бұл жерде біз 11.02.2024 жылға дейін осы уақытқа дейін біз уақытша тоқтатып қойған екенбіз. Енді осы ипіні біз восстановить ететін боламыз. Ол үшін қайта налоговый заявлениеге барамыз. Бұл жерде приостановление предоставления налоговой отчетности дейді. Яғни возобновление де осының ішінде тұрады. Біз қалай тоқтаттық, сол бойынша біз қайтадан возобновить ететін боламыз. Мінекей 001. Бұл жерде біз кодексті таңдаймыз. 213 немесе 214 деп тұр. Біз осы жерден 213 кодексті таңдаймыз. Одан кейін А, В, С деген 3 нұсқа шығады. Возобновить деген бізде С нұсқасында. Бүгінгі күнмен біз восстановить ететін боламыз. Бүгінгі датаны қойдық. Одан соң код государственных доходов. Яғни өзіңіз қай органға қарайсыздар, соны таңдайсыздар. Қай ауданға қарайсыздар налоговый бойынша. Соны таңдап проверить заполнение. Заполнениені тексересіздер. Мінекей ошибок нет деп шығып тұр. Отправить ОГД деп өзіміздің РСА кілтімізбен қол қойып жіберетін боламыз. Мінекей біз қайтадан налоговый заявлениеге бардық. Яғни налоговый заявлениеге барған кезде обработано ОГД деп шығып тұрады. Уведомлениені қарасақ, біздің жіберілген заявлениеміз бойынша кетеді. Бір жұмыс күні ішінде біздің осы заявлениеміз іске қосылып, возобновление болады, яғни восстановление жасалынады. Одан кейін біз жабатын болсақ, қайтадан ликвидационный отчетымыз тапсырып жабатын боламыз. Баршаңызға ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Сәттілік.